Бамбук ағашы. Баланы тәрбиелеп өсіру ол оңай нәрсе емес. Ол ұзақ уақытты және үлкен сабырлылықты қажет етеді. Кейде түңіліп кететін, салымыздың суға кететін кездері де болады. Енді не істеуім керек? Деп қайта-қайта өзімізге де, төңірегімізге де сұрақ қойып қалай осы баламға сөзім өтеді, қашан ол берген тәрбиені бойына сіңіреді? Деп сан қилы мазасыз сұрақтар ойға келеді. Ойлап қарасақ, олар тек біздің ғана емес еліміздің ертеңгі болашағы. Сондықтан балаларымызды жақсы тәрбиелеу жолында қашан қиындыққа тап болып, үмітсіздікке душар болсақ, бамбук ағашын өсіру тәжірибесін еске алуымыз керек. Бамбук ағашының әңгімесі былай екен. Ең алдымен бамбук ағашының тұқымын отырғызады екен, кейін суарып тыңайтқыш себеді екен. Осы бірінші жылдың көлемінде онда еш өзгеріс байқалмайды екен. Екінші жыл қайтадан суарылып, тыңайтқыш себіледі екен. Осы екінші жылында да ол бүршік жарып өзгеріс байқатпайды екен. Сол жылы да ол еш өзгеріссіз жатады екен. Төртінші жылында да тура осы жағдай қайталанады екен. Шын елінің адамдары үлкен сабырлылықпен бесінші жылында да суарып, тыңайтқышын себуді жалғастырады екен. Міне осы бесінші жылдың аяғында ғана оң өзгеріс болып, тұқым бүршік жарады екен. Содан бастап 6 аптадай қысқа уақыт көлемінде бамбук ағаштары шамамен 27 метр ұзындыққа дейін жетеді екен. Ал қадірменді ата-аналар және қымбатты ұстаздар, бамбук ағашы осыншама биіктікке 6 аптада ма не 5 жылда ма жетті. Тұқымды 5 жыл бойы сабыр сақтап баптап күтпесе, бамбук ағашының өмірге келмейтіні айтпаса да түсінікті жайт. Балалардың өсіп жетілуі бамбук ағашына ұқсайды, тіпті одан да күрделірек. Кейде балаларға үйреткен нәрселердің жемісін бірден алуымыз мүмкін. Кейде айлап, жылдап, тіпті бамбук ағашы әңгімесіндегідей бірнеше жыл күтуімізге тура келеді. Ал осы уақыт аралығында сабыр сақтап балаларымызбен етене араласып оларға түсіністік таныта алсақ, әлбетте ақырында оң нәтижелерге қол жеткізеріміз хақ.